Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Бір жас отбасы ертең ешкімге есік ашпайық деп келісіпті. Ертесіне таңда есік қоңырауы соғылыпты. Олар есіктен сығалап қарапты. Жігіттің ата-анасы екен. Ашпаймыз деп мақұлдасып, есікті ашпапты. Ата-анасы кетіп қалыпты. Біраз уақыттан соң тағы да есік қағылыпты. Барып қараса, әйелінің ата-анасы келіп тұр екен. Тағы да ашпаймыз депті. Бірақ әйелі жылай бастапты. Күйеуі оны аяп кетіп, есікті ашыпты. Жылдар өтіпті. Олардың 4 ұлы болыпты. 5-ші болып қызы туылғанда жігіт ұлан асыр етіп той беріпті. Достары таң қалып, неге соншалықты қуанасың? Тіпті ұлдарың туылғанда мынадай той жасамаған едің ғой деп сұрапты. Ал жігіт күлімдеп, өйткені маған есік ашатын перзент туылды деп жауап беріпті. Қыз ата-анасына бәрінен де мейірімді болады. Құс қанша биік ұшса да, табатын ризығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көр. Торғай тірісінде құмырсқаларды жейді, ал өлген соң құмырсқалар оны жейді. Бір түп ағаштан миллиондаған сіріңке жасалады, ал миллиондаған түп ағаштарды өртеуге бір тал сіріңке жетіп жатыр. Жағдайлар кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұл өмірде ешкімге көлеңкеңді түсіруші болма. Бәлкім сен бүгін мықты шығарсың, бірақ уақыт өте сенен де мықты ол болар. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Адамның көңілі қағаз сияқты. Қағазды мыжып тастасаң, ол қайта орнына келмейді. Келген күннің өзінде мыжылып тұрады. Сол сияқты адамның көңілі де қағаз сияқты. Кешіресің, бірақ көңілің оған бұрынғыдай болмайды. Құдайым жолдас қылма жамандарға, көзі тар, көңілі соқыр надандарға. Жақсылық етсең де бір, етпесең де, жақпайсың кей ақмақ адамдарға.